Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және оқушылар. Мен сіздерге бүгін күнделік кезет парақшасындағы мұғалімнің жіберген тапсырманы қалай ашу керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біздер оқушының күнделік кезет сайтына кіреміз. Әрі қарай мектеп, менің мектебім бөліміне кіреміз. Одан әрі қарай файлдар бетін ашамыз. Файлдар бетін ашқан кезде төменгі жағында әр пән бойынша құрылған бумаларды көретін боламыз. Әр пәннің атауымен аталған. Мысалға, информатика пәні бойынша құрылған буманың ішіне кірген кезде мұғалімнің жіберген тапсырмасын жүктейміз. Және сол тапсырманы ашқан кезде ашып берілген тапсырманы орындап, нәтижесін мұғалімнің жіберген электрондық почтасына немесе WhatsApp нөміріне жібере аласыздар.